Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге қысқаша фильм арнасы. Бүгін мен «Двойной удар» фильміне қысқаша шолу жасайтын боламын. Жақсы қаралым тілеймін. 1972 жыл. Сол кездегі Гонконгтың британдық колониясы. Аралды үлкен жермен байланыстыратын Виктория Харбор деп аталатын Гонконгтың алғашқы су асты туннелінің ашылуында екі жергілікті миллиардер плейбой меценаты өнер көрсетеді. Олардың бірі өте білімді. Нақтырақ айтсақ, мына адам. Есімі Пол Вагнер. Ол туннель құрылысын жобалаумен және бақылаумен жеке айналысады. Ресми ашылу мен мерекелік рәсімнен кейін Вагнер мырза әйелі күтушісімен және екі ұлымен бірге үйге қайтады. Рация бойынша барлық мәселелерде, соның ішінде жеке көліктің артынан бақылап жүретін адал көмекшісіне демалуына мүмкіндік береді. Фрэнд өзінің бастығына Пол Вагнердің инициалдары бар сигара қорапшасы мен қолдан жасалған оттықты сыйға қалдырғанын айтады. Фрэнк үйге қарай өз жолымен кеткеннен кейін Вагнердің көлігінің артынан белгісіз көлік еріп отырады. Фрэнк тез бұрылып, Вагнер сарайына қарай бет алады. Оларды азиялық бейтаныс адамдар күтіп тұрады. Денелі жігіт Боло мылтықпен автокөлікті ата бастайды. Атыс басталады. Оның барысында Пол Вагнерді өлтіреді. Сырттан барлық нәрсені оның серіктесі мен қытайлық бірге бақылап тұрады. Полдың жұбайын да Бол иен аяусыз атып өлтіреді. Ол сәбилерді өлтіруге дайындалып жатқанда Фрэнд келіп оншақты оңбаған адамды, оның ішінде қатыгез денелі жігітті де жақсылап тұрып атып тастайды. Ол күтушіге балаларды алып тез арада қашып кетуін айтады. Ол солай етеді. Алайда нәрестенің көліктен айқайлағанынан ол күтуші тек бір егізді алып кете алғанын түсінеді. Ірі жігіт көтеріле бергенде Фрэнк оның бетінен атып тастайды. Ер адам қалған нәрестені ұстап алып тез арада қашып кетеді. Боло терминатор сияқты қайтадан көтеріліп Фрэнкке қарай атып иығына тигізеді. Қашып бара жатқан Фрэнк Полдың серіктесін байқап, бұл кімнің қолының ісі екенін түсінеді. Таңертең күтуші сәбиді католиктік баспанаға қалдырады. Бірақ Фрэнк екінші сәбиімен бірге Гонконгтан заңсыз жолмен кетеді. Арада 25 жыл уақыт өтеді. Фрэнк 6 айдан бастап өз ұлы ретінде тәрбиелеп келе жатқан Чад есімді сәбилердің бірі Фрэнктің фитнес орталығында созылу тобында жұмыс істегенді ұнатады. Жігіт кішкентайынан әйелдердің назарына тойып өскен, әуесқой флирт жасап, ханымдардың алдында өзін көрсете біледі. Детектив Фрэнкке келіп, оның баласын карате тобына ауыстыруын сұрайды. Проблемалы оқушылардың бірі Чадтың каратеға келмейтін ерекше көрінісі үшін мазақ етеді. Жанжал кезінде Чад шәкіртін тыныштандыру үшін жақсылап тұрып ұрып жібереді. Сонымен қатар детектив кеңсесінде Фрэнкке Алекс атты екінші егізінің суретін көрсетеді. Ол Гонконгтың қылмыс әлемінің тар шеңберінде өте танымал адамға айналған. Фрэнк егжей-тегжейлі айтпай-ақ Чадқа маңызды іс бойынша Гонконгқа бару керек екенін айтады. Біріншіден, бала сымбатты ханымдарын тастап қаладан кеткісі келмейді. Бірақ Фрэнк оны көндіре алады. Гонконгқа келгеннен кейін Чад қаланың бай инфрақұрылымына таң қалады және оны егжей-тегжейлі зерттеуге ниетті. Алайда Фрэнк алдымен бір жерге кіріп шығу керек дейді. Розовый шорты киген Чад Фрэнктің сүйемелдеу мен маджон ойнау үшін барға кіреді. Бармен Чадты шеф деп атайды және оған сусын ұсынады. Содан кейін оның сәл гей ретіндегі көрінісін менсінбейтін қимылымен бағалайды. Жабайы азиялық барға кіріп келіп Чадқа Гонконг долларының пачкасын береді. Бөлмеге ұзын аяқты блондинка кіреді және жігітпен ашық ойнай бастайды. Осы уақытқа дейін ол ештеңе түсінбей жатыр. Ол оның гардеробына таңғалғанын мойындайды және жігітті саусағымен шақырады. Фрэнк оған жақсы кеңес береді. Бөлмеде оңаша қалғаннан кейін қыз оның шортиын шеше бастайды. Ол оның жібек іш киімін көріп таңғалады. Бірақ оларды Алекс тоқтатады. Ол батыр түрде жігіттің басынан ұрып жібереді. Есін жиғаннан кейін Чад қызғаншақ Алекстің басқа жігітке қол тигізгені үшін қызына ұрсып жатқанын естиді. Фрэнк оларға егіз екенін айту арқылы жағдайды түсіндіреді. Тағдырдың тәлкегімен 25 жыл бойы айтылмаған. Батыл Алекс шақырылмаған қонақтармен боқтап сөйлеседі және гей секілді болған жігіт оның ағасы екеніне сенуден бас тартады. Бірақ Фрэнк ақырында Алексті оны тыңдауға көндіреді. Оның айтуынша, олардың әкесі туннель салған жобаның ортасында ол қаржылық қиындықтарға тап болады. Және әкесі серіктесі Гриффиттен алады. Ол өз кезегінде жасырын түрде Жанның қылмыстық отбасынан үлкен соманы алады. Туннель аяқталған кезде олар жобаның идеялық көшбасшысынан құтылуға шешім қабылдайды. Және оны өлтіруге тапсырыс береді. Империя тек Жан мен Гриффитке қалғанын қалап, олар сәбилерді де өлтіргісі келеді. Сөйтіп Фрэнктің арқасында Гонконгтағы ең бай империяның нағыз мұрагерлері аман қалған. Енді екеуі өз құқықтарын талап ете алады. Алекс араласқысы келмейді, өйткені ол бір нәрсені өзгертуге болатынына сенбейді. Ал Чад болса аштықтан басқа кез келген қиындыққа дайын, және ол сәттілікке сенеді.
Бұл екеуінің Гонконгтың қылмыстық әлемінде құрып кетуіне жол бермеу үшін Алекс оларға қалаға сіңісіп кетуіне көмектесуге келседі. Алекс қонақтарын кемемен аралға дейін жеткізіп жатқанда Фрэнк оның қаруын байқайды. Оларға жергілікті алып сатарлары бар кеме келеді. Алекс оларға 2 жаңа Феррари сатады. Кейін коммунистік Қытайға жіберу үшін, ал багажник болса Қытай үшін тапшы тауарларға толы. Мальборо блоктары және коньяк қораптары толған. Ақшаға толы чемодан алғаннан кейін кәсіпкерлер полиция кемелерін байқайды. Сатып алушылар Алекс ақшаны алып оларды ұстап бергісі келді деп ойлайды. Алекс пен Фрэнк алдымен азиялықтарға ақшаны қайтармай және көліктерді бермей лақтырып жібереді. Содан кейін жаңа Феррариларды суға тастау арқылы полиция кемелерінің қудалауынан құтылады. Олардың жүк салғышында коньяк қораптары болғандықтан оларды калашпен атумен тұтандырып өртеп жібереді. Кешкі ас ішкеннен кейін Фрэнк Алекске олардың туннельмен не істеуді жоспарлап отырғанын сұрайды. Және ол оларға қосылуды ойлады ма? Даниэл Фрэнкке классикалық сұрақ қояды. Қандай дәлелдер бар? Олардың фирмасының заңсыз экспроприациясын заңды растау қажет. Қыз ер адамға және жігіттің ата-анасын өлтірген бүкіл оқиғаға сенбейді. Фрэнк агрессивті түрде айтады, ол куәгер және олардың ата-аналары қалай атылғанын өз көзімен көрді. Қыз үлкен кісінің үніне төтеп бере алмайды және Фрэнктің көз алдында кетіп қалады. Алекс мойындайды, Даниэл Гриффитте жұмыс істейді және оны әрқашан лайықты кәсіпкер деп санайды. Чад қазір Даниэл Гриффитке бәрін айтып қояды деп алаңдайды. Алекс Даниэлді қуып жетіп, компанияның мұрағатына кіруді сұрайды. Мүмкін ол олардың әкесі туралы кейбір ақпараттарды таба алады. Қыз құлықсыз келіседі. Чад Алекстің барына қарай келеді. Ол жерде оны ағасымен шатыстырған бандиттерге жолығады. Олар оған револьверді нұсқап және бастықтың көлігіне отыруды талап етеді. Оған есікті оның бетінде тыртығы бар Полдың ең үлкен адамы ашады. Көлікте оны Гриффитке туннель салуға қарыз берген Джан күтіп отырған еді. Чад мұндай күтпеген кездесуге қобалжулы. Джан оған алкоголь контрабандасының орнына есірткі трафигімен айналысуды ұсынады. Әрине, ол да оның алдында Алекс емес екенін білмейді. Содан кейін ол Чадтың әкесінің инициалдары жазылған темекі қорабын шығарады. Бұл жігіттің тынысын бұза бастайды. Ол оны докеға апарады және де келісімге келуге көндіруге тырысады. Ол ұнтақтың келесі жеткізілімі қайда және қашан болатынын айтады. Ол оны өз арналары арқылы өткізуі керек болатын. Жігіттің алдына фактілерді қояды. Джан әкесінің жұмыс істемейтін оттығын лақтырып жібергеннен кейін Чад ақыры дірілдеген дауыспен оған оңбаған екенін айтты. Бұл үшін Боло оны төске ұрып, өз адамдарына оны аяусыз ұруды бұйырады. Бірақ Чадта қарап тұрмайды, олармен төбелесе бастайды. Өз адамдарының сәтсіз әрекеті үшін Боло оның мойнын бұрап жібереді. Содан кейін ол Чадты өз қолымен аяусыз ұрып құлатады. Осыдан кейін ол ес-түссіз күйінде Алекс барының жанындағы көшеге лақтырылады. Чад Фрэнкке оны ұрған ірі жігітті сипаттап береді және ол кім туралы айтып жатқанын бірден түсінеді. Осы жағдайдан кейін ағайындылар әділеттілік орнауы үшін ақырына дейін баруға дайын болады. Осы уақытта Даниэл мұрағатты қазып кем дегенде қандайда бір ақпарат табуға тырысады. Алайда оны қауіпсіздік офицері тоқтатады. Ыңғайсыз сұрақтар қою арқылы қызды сол жерден кетуге мәжбүр етеді. Қыз Алекске қоңырау шалып, күдікті қандайда бір жағдайдың болып жатқанын айтады. Өйткені оны мұрағатқа кірген сайын аңдайды. Алекс одан сәттілікті тағы бір рет сынап көруін сұрайды. Қыздың қазір сен енді қайда барасың деген сұрағына ағамды балыққа апарамын деп әзілдейді. Шын мәнінде Алекс оларды қараусыз қалған қонақ үйі бар оңаша аралға апарады. Бұл жер енді олардың штабы болады. Алекс оларға барлық калибрлердің арсеналын жинайды. Кешке олар Чадтың келісімін бұзу үшін оған айтқан мекенжайға қарай жолға шығады. Олар бірнеше күзетшілерді үнсіз жойып, жарылғыш заттарды орналастырады. Алекс кемеге жасырынып бару үшін Чадқа оны жабатыруын айтады. Алекс пластидті суднаның ішіне орналастырып жатқанда уайымдаған Чад Алекске қарай бет алған күзетшіні үнсіз алып тастауға тырысады. Бірақ қажетсіз шу шығарып, оған бірден Жанның қаруланған адамдары шығады. Ағайындылар ешқандай жарақатсыз құтыла алатын нағыз ыстық атыс басталады. Нәтижесінде олар кемені Жанның тауарларымен толығымен жарады. Алекс Чадты тыныш жасырын жолмен жүре алмағаны үшін Кассипор деп атайды. Алекс Даниэлмен кездескен кезде мұрағаттық жазбаларға шамадан тыс қызығушылық танытқаны үшін жұмыстан шығарылуы мүмкін дейді. Тағы да Гриффитке деген көзқарасын айтады. Ыстық сүюден кейін Гриффит бүгін Жан клубында шұғыл кездестіру ұйымдастырды деп қыз хабарлайды. Кешке Гриффит серіктестермен бірге жаңа лайнер сатып алуын атап өтеді.
Сондай-ақ ол қатысушыларға кеше түнде жағымсыз оқиға орын алып, олар тауарлардың үлкен партиясын жоғалтқанын хабарлайды. Ол өзінің контрагенттерінің біреуінен күдіктенеді және оның қауіпсіздік қызметкерлері үкімді бірден орындайды. Ал негізгі серіктесі алдағы мәмілелер туралы ақпараттарды оңды-солға жайып жүреді. Алекс мейрамханаға Джан жақсы көретін коньяк кейпіндегі жарылғыш заттар қорабын әкеледі. Күзетшілер бұл қорапты бастыққа сәтті сүйреп апарады. Содан кейін Жанға олар ойламаған адамды өлтірген болуы мүмкін деген ой жетеді. Алекстің атын жамылған Чат қара кіреберістен екінші жарылғыш қорапты алып келеді. Радио-детонатор бар Фрэнк бір эскорт әйелмен бірге залда өз кезегін күтеді. Күзетші Чатқа жақындап бастыққа қарай жүруді талап етеді. Фрэнк оған сигнал береді, ал Чат еденге құлайды. Ешкім зардап шекпеген жарылыс болады. Блэк Джек пен Вертуха арасындағы пафостық төбелес басталады. Джан мен Гриффит Алекстің егізі бар екенін көреді, және олар шынымен кімнің кім екенін түсінеді. Фрэнкпен бірге ағайындылар бұл жерден сәтті қашып кетеді. Келесі күні Даниэл ақыры дұрыс құжаттарды жинайды. Қауіпсіздік қызметкері кіріп, қызды өте бейтарап түрде іздейді. Мұның бәрін Джанмен бірге Гриффит тыңдайды. Ол аяқтаған кезде спортшы қыз Даниэлге енді қазір оны керісінше іздеуге шақырады. Даниэл Алекске қоңырау шалады, бірақ телефонды Чат алады, өйткені оның ағасы мен Фрэнк ағаш алу үшін орманға кеткен еді. Қыз дұрыс құжаттарды тапқанын, бірақ өзін бақылап жүргенін айтады. Чат оған шұғыл түрде Алекстің барына баруын және оны сол жерде кездестіріп күтіп алатынын айтады. Бүкіл әңгімені зұлымдар тыңдап тұрады. Фрэнкті Алекспен бірге таппаған Чат қайықты өз бетімен алып Алекстің барына барады. Фрэнк Алекспен бірге орманнан оралады және оның ағасының қайықпен қайда кеткенін түсіне алмайды. Осы уақытта Чат Даниэлмен барда кездеседі. Ол оған құжаттарды көрсетеді. Енді оларда дәлелдер бар. Осы кезде қызғаныштан зардап шеккен Алекс өзінің көмекшісіне телефон соғады. Ол оған Даниэл оның ағасымен бірге оның кеңсесінде екенін айтады. Осы уақытта Гриффиттің бригадасы барға келеді. Олар ішке кіріп телефондағы Алексті қойып қояды. Қызғаныштан шатыр кеткен ол телефонын жұдырығымен сындырады. Администратор Чатқа сигнал бере алады. Олар және жасырын есікпен шығып кетеді. Бүкіл қала бойынша қуғын сүргін басталады. Оның барысында Чат пен Даниэл өз қайықтарымен қашып үлгереді. Алайда спортшы қыз тікұшаққа секіріп оны іздейді. Қайық оларды жасырын штабқа аман-есен жетелейді. Ал Алекс болса қызғаныштан ішіп кетеді. Ол ағасының қызының басын қалай айналдырып жатқанын қиялдайды. Келгеннен кейін олар мас Алекске тап болады. Ол болса сүйіктісіне де Чатқа да жұдырықпен сыйлық тағайындайды. Ағайындылар арасында қатты төбелес басталады. Екі Вандамды ажыратам деп жүрген Фрэнк те бетінен соққы алады. Алайда калаштан шыққан бірнеше оқтар ағайындылардың есін жинатады. Алекс аралда серуендеуге шығады. Таңертең ол есін жиғаннан кейін аралға Гриффиттің бүкіл әскері қонғанын көреді. Джунглидегі ғимаратқа жылжу арқылы Фрэнк и Даниэл Алекс көптеген жалдамалыларды сәтті өлтіреді. Алайда ғимаратқа шабуыл жасай отырып, Джанның адамдары Фрэнк пен Даниэлді тұтқындайды. Джанның адамдары оларды тікұшақпен алып кетеді және ағайындыларды өлтіру үшін аз ғана жалдамалы адамдар қалады. Бірақ ағайындыларды өлтіру оңай емес еді, сондықтан олар барлық жалдамалыларды керемет түрде өлтіреді және де біреуін тіл ретінде кепілге алады. Сөйтіп олар жақындарын қайда апарғанын біледі. Бұл ағайындыларды тағы да біріктіреді және олар Гриффиттің лайнеріне оларды кепілге алған жерге қолықпен енеді. Сонымен қатар Гриффит пен Жан олар құжаттарды қайда тапсырғанын білу үшін Фрэнкті вейп машинасымен азаптайды. Бірақ Фрэнк Вьетнам ардагері ретінде ыстық будың астында да ритмді қабырға санау кезінде де берілмейді. Ағайындылар жалдамалыларды толығымен өлтіріп бастайды. Алекс етігінде шпоры бар және сол шпорлармен өз жауларын өлтіретін таэквондистпен төбелеседі. Осы шпорлармен бірнеше рет жіберіп алғаннан кейін Алекс өзінің алғашқы бастығын өлтіреді. Осы уақытта балаға бөшкелерді лақтырған Дон Кикот шабуыл жасайды. Ол барлық физикалық параметрлер бойынша одан асып түседі. Алайда ол тағы бір рет ауыр атлетиканың керемет техникасымен бөшкелерді көтеріп алған кезде Чат оны секіріп үлгереді және шатасуды пайдаланып, болды теуіп итеріп жібереді. Бөшкелерден төгілген жанармай тұтанады және тізбекті жарылыс реакциясы жүреді. Екі главарь кемеден жасырын қашып бара жатады. Алекс кальян бөлмесіне түсіп, екінші бастығы спортшымен шайқасқа түседі. Ұзақ және ыстық төбелестен кейін ол қыздың бауырына пышақ тығып, әрең дегенде өлтіреді. Ол ағасынан Фрэнк пен оның сүйіктісіне қамқорлық жасауды сұрайды. Чат бұған қуанышпен келіседі. Даниэл де қуанады, ол ақыры ағасына сенуді үйренді. Жас және спортшы Алекс өзі ұзақ қуғаннан кейін үлкен қиындықпен Жанды қуып жете алады.
Алайда шайқаста Алекске қатты қарсылық көрсетеді. Ер адам өзінің соңғы бастығын қиындықпен жеңеді. Алекс оны өлтіруге дайын. Бірақ Джан жомарттықпен оған барлық үлестерінің жартысын тастауды ұсынады. Яғни түсінген шығарсыз, айлакер Қытай оны тірі қалдыру үшін мұрасының жартысын ұсынады. Алайда Алекс оған көнбейді және Джанды краннан тастап жібереді. Осы уақытта Чад Даниэлмен бірге тұзаққа түседі. Жүк тиегіштегі Гриффит оларды контейнермен езіп жіберуге тырысады. Чад Даниэлді оны контейнерлердің арасына итеру арқылы құтқарады. Өзі болса суға секіреді. Гриффит шығып суға түседі. Осы уақытта Чад екінші жағынан шығып жүк тиегіштің стендіне көтеріледі. Ол оған 20 фунттық контейнерді тастап жібереді. Жараланған ағайындылар ақыры құшақтасады және әділеттілік орнағаны үшін өте қуанышты. Фильм осымен аяқталады. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Каналды қолдап жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.